Соңғы кездері уже мындай адамдар көп айтатын болған. Сендер розовый очки, сен дұрыс өмір сүріп жатқан жоқсың. Саған өзгеру керек деген дүниені қатты айтады. Неге біз настолько біріміз сыйламай бара жатырмыз? Неге мені Құдай жаратқан ғой, мына әлемге керек болғаннан кейін маған Құдай жүрегіме сондай нәрсе беріп қойған, сондай ой беріп қойған. Неге просто так біріміз қалай барып солай қабылдап өмір сүруге болмайды? Менің сондай қиял екенін біле тұра, мен сондай дүниеге сенетін, тура сондай эмоциямды біле тұра, неге маған пранк жасалады? Сонда менің абыройым, менің 37 жасқа келіп үлкен адам ғой, былайша қарап тұрған кезде неге мені 5 жасар бала ұқсап кәмпит беріп алдағандай алдады? Мен соны түсінбей жатырмын. Мүмкін эфир бітіп жатқаннан кейін уже бұлар керек емес деген дүниені қолданып жатқан шығар. Негізінде мен Маржан өзінің инстаграм парақшасында Қосылайыққа қатты ренжігенін айтты. Капец, қатты жыным келіп отыр, осындай пранктар зачем? Пранктардың да орны болады ғой. Пранк жасамас бұрын сол адамның орнына өздеріңді қойып көрсеңдерші. Бұл шынымен шутка екенін түсіне ме деп. Маржан өз арманын және оған жететініне сенетінін ашық айтқан. Соны пайдаланып уже екінші рет адамды арманымен мазақ қылып эмоциясымен ойнаған. Бұл ешқандай да көңіл көтеру емес. Бұл пранк жасалмас бұрын қалай рұқсат беріледі? Сана жетпеді ме бұл пранктың дурацкий екеніне? Немесе сол жердегі ақылсымақ қатысушылардың біріне қате деген сөз шықпағаны қалай? Наоборот, күліп мәз болып отырғандарын көріп сөзім жоқ, просто ужас. Всем привет, достар, қайырлы кеш. Мен үйге келіп, сіздерге бүгін не істегенімді айтып бергім келіп тұр деп па. Бүгінгі менің өзімнің шоппингімді көрсеткім келіп тұр. Мен бүгін қайда бардым, ине алдым. Тадан! Мен бүгін Айдесса плюс сайзға келдім. Айдессаны білетіндер бар шығар. 46 размерден бастап большемеркаларын қай размерге дейін еді? 60 размерге дейін ба? Киімдер бар әйелдерге. Самая маған ұнайтыны 46 размерден бастап. Вот міне. Бүгін екі образ алдым. Қазір көрсетем. Негіз Шымкентте еді ғой, Алматыда вот недавно ашылды. Сонымен бүгін барып қалдым да, менің қыздардың бәрі настроениямды күшті қылып көтеріп жіберді. Бәрі прям. Ту жандарым жылағым келіп тұр. Майды да нас капец өмірде арықсыз, вообще толық емес. Сіз 44-46 киесіз деп, мен самооценкам көтеріп отыр. Я такая ана күшті болдым. Білмеймін, андай қыздар сондай ғой, комплимент айтады, целый день сонымен бүйтіп деп жүремін ғой. Мен түсіне бардым. Қазір түн болып қалды. Соған дейін сөйтіп тұрдым ғой.